Дастарханымыз мол болсын, денсаулығымыз зор болсын. Қайда барсақ, алдымызда жарқыраған жол болсын. Оттың басын аман қылсын. Әумин. Әумин. Атау, астан соң бата қайырмаса не болады? Иә, атау, не болады? Ибраим пайғамбар өте қонақжай адам болыпты. Үйіне келген адамға ас бермей шығармайды екен. Асығыс жолаушының өзіне нан ауыз тигізбей шығармайтында. Бір күні уахи ала келген Жебірейіл періштенің өзін дастарханға сүйрейді. Уа, Жебірейіл, уахиды соңында айтасың. Менің адал дастарханымнан дәм тат, маған серік бол. Мен періштемін. Ертең бұл пәнидегі ішкен жегеннің сұрауы болады. Мен соны ойлап отырмын. Сен онда дастарханға бата беріп, менің отбасыма дұға ет.